бастай береміз ғой деймін. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Құрметті біздің инста көрермендер, біздің емделушілеріміз, жаңадан келіп емделетін біздің пациенттеріміз. Бүгінгі тікелей эфирімізді бастайын деп отырмыз. Менің аты жөнім Ақерке Бақтияровна. Осы Шымкент қаласындағы Ирым Шымкент клиникасында репродуктолог дәрігермін. Бүгінгі біздің тікелей эфиріміз көбінесе сұрақ-жауаптарға арналады. Арнайы тақырып жоқ. Егер де сіздерде бедеулік жайында, әйелдер, ерлер бедеулік жайында болса, немесе ол бедеулікті анықтау, зерттеу, емдеу әдістері жайында болса, сұрақтарыңызды тікелей эфир арқылы қоя берсеңіздер болады. Добрый день, наши инста-подписчики, инста-друзья, пациенты, которые у нас проходят лечение, будущие пациенты. Начинаем прямой эфир от клиники Ирым Шымкент. Я доктор-репродуктолог. Зовут меня Ақерке Бақтияровна. Если у вас есть вопросы по бесплодию, по вопросам лечения бесплодия, по вопросам обследования бесплодия, вы можете задавать в прямом эфире. До этого наш админ делал опрос до прямого эфира по поводу, на какие вопросы вы хотите получить ответы. Поэтому я потихоньку начну. Вот то, что нам задавали по директу, на эти вопросы я сейчас начну отвечать. Осы күнгі дейін, тікелей эфирге дейін біздің администратор директ арқылы сұрақ қойған, қандай сұрақтарға жауап алғыларыңыз келеді, сол сұрақтарыңызға мен жауабымды бастай беремін. Қазақша болсын, орысша болсын, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, екі тілде де жауап беремін. Если есть вопросы на русском языке, если есть вопросы на казахском языке, можете задавать. Давайте я начну. Значит, клиника Ирым находится в городе Шымкент. Адрес нашей клиники Ерімбетова, улица Ерімбетова, дом 302. Наши телефоны 8 771 934 34 34. Можете записываться на прием. Всех поздравляю с наступающими праздниками, с Днем Великой Победы. Барақтарыңызды келе жатқан жеңіс күнімен, жеңіс мерекесімен құттықтаймын. Соған қарамай біз жұмыстамыз. Демалыс күндері бізде болған жоқ. Егер де приемға келем десеңіздер, оны күні біз түске дейін жұмыстамыз. Сондықтан хабарласып, приемға жазылып келсеңіздер болады. Ең алғашқы сұрақтар. Эконы қалай қанша уақытта өтетін туралы, неше сатысы бар екендігі туралы айтып берсеңіз. Бұл сұрақтар өте көп болып жатыр. Эконың өзі 5 этаптан тұрады. Бірінші этапымыз ол жаңағы алдында ерлі-зайыптылар келіп, біз енді эко тағайындайтын болсақ, денеден тыс ұрықтандыру әдісін тағайындайтын болсақ, алдымен ерлі-зайыптылар толық тексеруден, толық зерттеу әдісінен өтеді. Ол зерттеу әдістері біздің денсаулық сақтау министрлігінің приказы бар. Сол приказдағы анализдермен, зерттеу әдістермен толықтырылады. Егер де бір проблема болып жатса, немесе анализдерімізден дұрыс результаттар шықпай жатса, соның бәрі бірінші қалыпқа келтіріледі. Содан кейін, егер де анализдеріміздің результаттарын реттегеннен кейін, денеден тыс ұрықтандыру әдісіне кірісетін болсақ, ең бірінші этап бұл стимуляция, аналық безінің ынталандыру әдісі, арнайы дәрілермен, гормональды дәрілермен 10-12 күнде бірінші жаңағы дәрі-дәрмек салып, аналық ұрықтарды, аналық фолликулдарды өсіреміз. Бұл бірінші этап. Екінші этап бұл өскен фолликулдарды немесе аналық ұрықтарды пункция әдісі арқылы наркозбен немесе наркозсыз ол фолликулдардың өсу қарқынына байланысты болады. Оң жақтан, сол жақтан өскен фолликулдарды ультрадыбыстық зерттеу әдісінің көмегімен барлық фолликулдарды арнайы инемен тесіп сорып алып, сол шыққан фолликулярный жидкостьті, сұйықтықты эмбриологтарға береміз. Сол эмбриологтарымыз үшінші этап бөлек-бөлек әр фолликулдан аналық ұрықтарды бөліп алады. Сол аналық ұрықтарды тазартып,
әдейі инкубаторға орналастырады. Сол күні бұл үшінші этап. Жолдасы спермасын ұрығын тапсырады. Сол ұрықты өңдеуден өткізгеннен кейін денеден тыс ұрықтандыру әдісімен әдісі немесе икси әдісі арқылы әр аналық ұрықты бөлек-бөлек ұрықтандырып шығады. Осы этапты төртінші этап деп айтады, үшінші этап деп айтады. Ал төртінші этап бұл ұрықтандырғаннан кейін эмбриондарды, пайда болған эмбриондарды 5 күнге дейін біздің бақылауымызда, осы лабораторияда эмбриологтардың көмегімен 5 күнге дейін эмбриондарды бақылайды. Яғни 5 күнге дейін қадағалап отырып, 5-ші күнге дейін жеткен эмбриондарды 5-ші этап бұл жатырдың ішіне өсіп өнген эмбриондарды салып беру әдісі деп аталынады. 5 этапты өткеннен кейін эмбриондар жатырға салынғаннан кейін арнайы дәрі-дәрмектер тағайындалып 2 аптаға дейін бұл дәрілерді пациенттеріміз қабылдайды. Әйелдеріміз 2 аптадан кейін қан тапсыру арқылы жүкті ма, жүкті емес па, соны көруге болады. Егер жүктілігіміз болып жатса, ары қарай осы дәрі-дәрмектерді ары қарай жалғастырады. Оны әр дәрігер 12 аптаға дейін, немесе 20 аптаға дейін, немесе кейде 35-36 аптаға дейін дәрі-дәрмектер ары қарай жалғастырылады. Негізі перенос эмбрионов немесе жатырдың ішіне эмбриондарды салу немесе енгізу әдісі наркозсыз жасалынады. Ол әдіс ешқандай ауру белгілерін тудырмайды. Сондықтан пациенттерге тек аналық ұрықтарды алған кезде наркоз қолданылады. Ал егер де фолликулдар саны 4-ке дейін немесе 5-ке дейін болса, кей жағда наркозсыз да функцияны жасаймыз. Термин кешіріңіз, сіздің даусыңыз естілмей жатыр деп жазып жатыр. Естиміз? Естілмей жатыр. Жақын отырайын ба? 5 этапта, эконың 5 этабын жаңа айтып бердім. Бұл ұзақтығы 5 этаптың, эко әдісінің ұзақтығы 1 ай, 1 менструальный цикл дейді ғой, 1 айға созылады. Сондықтан егер де басқа қаладан, басқа өңірден келіп жатса, бізге пациенттер 3-4 аптаға келу қажет. Дәл эко әдісін қолдану үшін. Енді дұрыс естіліп тұр ма? Еще раз хочу остановиться на первом вопросе и основном вопросе. Многие пациенты задают, сколько длится программа ЭКО и как оно, со скольки этапов она состоит. Значит, программа ЭКО состоит из 5 этапов. Первый этап – это стимуляция яичников, то есть в течение 10-12 дней мы стимулируем яичники под контролем УЗИ, смотрим, назначаем специальные гормональные препараты индивидуально. Дальше, второй этап – это забор яйцеклеток. Под контролем УЗИ датчика специальной иглой забираются яйцеклетки. Третий этап – в тот же день супруг сдает сперму проходит обработку, после обработки допускается до яйцеклеток и проводится само ЭКО. Четвертый этап – это наблюдение эмбрионов до 5 суток, то есть в нашей лаборатории под контролем эмбриологов ежедневно отсматриваются эмбрионы, ежедневно меняются среды и идет наблюдение, то есть проводят наблюдение до 5 суток. На 5-е сутки, 5-й этап – это перенос эмбрионов. То есть перенос эмбрионов делается без наркоза, это не болезненный процесс. После переноса в течение 2 недель женщины принимают специальные препараты для того, чтобы поддержать беременность. Если беременность у нас наступает, то препараты остаются в среднем до 12-20 недель беременности. Вот так вот как бы длится ЭКО, и занимает это вот один менструальный цикл. То есть 3-4 недели уходят для того, чтобы мы провели программу ЭКО. Дальше, второй вопрос. Те вопросы, которые были у нас в дайректе. Ұрықтандыру алдында укол дәрілер жайында айтыңыздаршы, өздеріңіз жасайтын дейді. Ұрықтандыру алдында деген ол осы жаңа 10 күндік, 12 күндік әр әйелде әртүрлі етеккірдің 2-3 күннен бастап берілетін дәрілер.
олар әр әйелдің организміне қарай, әр әйелдің гормондарына қарай, көрсеткішіне қарай тағайындалады. Оны жаңағы назначение жасаған кезде 3-4 күнде бір қарап отырамыз. Әр адамның дозасы, әр адамның тағайындалатын дәрісінің түрлері де әртүрлі болады. Ең басты бұл дәрілерді уақытында үзбей күнделікті қабылдап отыру керек. Өйткені соған байланысты фолликулдың өсуі, одан кейін аналық ұрықтың сапасының жақсы жаман болуы осы тағайындауларға байланысты. Сондықтан мұқият қабылдау керек, мұқият жасау керек. Одан кейінгі жаңа пункцияның алдында берілетін дәрілеріміз бар, түнгі уақытта салынады. Сол уақытта міндетті түрде уақытымен, минутымен дұрыс салу керек. Егер де ол дәрілер дұрыс салынбаса, аналық бездің жаңа жұмысы да нашар болады, аналық ұрықтың сапасы да нашар болуы мүмкін. Одан қала фолликулдардың өспеуі болуы мүмкін. Сондықтан егер де эко әдісіне келіп жатсаңыздар, дәрі-дәрмектерді өте мұқият қабылдау керек. Бұл дәрілер арзан дәрілер емес, қымбат дәрілер болып есептелінеді. Содан кейін салу ерекшеліктері бар. Оның бәрін біздің медсестра қыздар, процедурныйдағы сол қыздар түсіндіріп айтады. Гидросальпингс. Про гидросальпингс хочу сказать. Это жидкость в трубе. То есть получается, у женщины бывают две маточные трубы, и иногда на фоне воспаления, возможно, каких-то хронических инфекций, возможно, какие-то были вмешательства в трубы или в яичники, накапливается жидкость в трубе. А именно какая жидкость, к сожалению, можно увидеть только во время операции. Иногда бывает кровь, иногда бывает гной, иногда бывает слизь. Поэтому гидросальпингс – это противопоказание к программе ЭКО, и такие трубы должны обязательно оперироваться. Метод операции выбирает гинеколог-хирург. В основном, конечно, операция проходит путем лапароскопической операции. То есть делают 3 дырочки внизу пупка, через эти дырочки входят специальные хирургические инструменты, и тем самым вот эти трубы, которые забиты, либо там жидкость, либо это гной, то эти трубы либо в основном, конечно, эти трубы удаляются, потому что при программе ЭКО с такими трубами вообще как бы нельзя делать программу ЭКО. На фоне программы ЭКО после переноса у таких женщин беременность может не наступить, поэтому это как бы очень влияет на исход программы ЭКО. Такие трубы лучше как бы до программы ЭКО прооперировать. Гидросальпингс деген бұл екі жатыр түтікшелерінде, гидро деген бұл сұйықтық, сальпингс деген труба, түтікше. Сол түтікшелерде сұйықтық болуы мүмкін. Ол сұйықтықтың түрлері де әртүрлі болуы мүмкін. Ол қан болуы мүмкін, ол ірің болуы мүмкін. Сондықтан эко әдісінің алдында бұндай түтікшелер міндетті түрде оперативті жолмен тазалану керек, немесе ондай трубалар егер жарамсыз болып жатса, ондай түтікшелер алынып жатады. Сондықтан егер де эко әдісі, денеден тыс ұрықтандыру әдісі сәтті өтсін десеңіз, бұндай түтікшелерді алдын ала оперативті жолмен алып тастау керек, немесе тазалау керек. Келесі сұрақ: эко неге сәтсіз болды? Оған осы жауап жоқ нәрсе. Негізінде эко әдісі, біз эко әдісін бастаған кезде көбінесе өзіміздің пациенттерге бұл әдістен 100% кепілдік бере алмаймыз деп айтамыз. Қазіргі кезде біздің клиникада ай сайынғы көрсеткіш 45 пен 50%-ның ортасында. Мысалы, 10 әйелдің 4-5-еуі көтерсе, бұл жақсы результат болып есептелінеді. Ал егер де көтермей қалған жағдайда, бұл сәтсіз результаттардың енді әр дәрігер өзінің пациентімен болжамды, предполагаемый дейді ғой, себебін анықтауға тырысады. Әр пациенттің картасымен, әр пациенттің анализімен жұмыс істеп көреді. Егер де бірде-бір жаңа кінәраттары болса, сол проблемаларды шешімін табып, соның бәрін алдын ала емдеп, сөйтіп екінші немесе үшінші әдіске бару мүмкін. Көбінесе енді себеп қазіргі кезде енді дәл осы Шымкент өңірінде, оңтүстік өңірінде менің өзімнің осы бір айдан бері байқағаным,
көбінесе ер кісілердің ұрығының сапасыздығы, ер кісілердің ұрығының әлсіздігі көбінесе сол себеп болып жатады. Өйткені бұл өңірдің экологиялық жағдайы дұрыс емес шығар деп ойлаймын. Сондықтан көбінесе жаңа аталық ұрықтың сапасының нашарлығынан болып жататын себеп болып жүр. Содан кейін аналық ұрықтың да аналық безінде жұмысының нашарлығы болады. Одан кейін әртүрлі генетикалық ауытқулар болуы мүмкін. Әр адамның әртүрлі себебі болуы мүмкін. Сондықтан енді нақты қай себеп екенін енді бірде-бір дәрігер айта алмайды, болжамды ғана себебін айтуға мүмкіндік бар. Сондықтан әр пациенттің өз дәрігері шамамен қай себеп болғанын анықтауға тырысады. Өйткені дұрыс болмай қалған результат, жүктілік болмай қалған пациентке біздің де жаңағы ішіміз ашиды, бізде уайымдаймыз. Өйткені бізде өз нәтижемізді, оң нәтижесін көргіміз келеді. Сондықтан әр дәрігер мен пациенттің арасында қарым-қатынас жаңа бір-біріне деген сенімділік болса, оң нәтижеге жетуге болады. По поводу, почему не получается программа, почему бывают отрицательные результаты. Вот был вопрос, что какие могут быть причины. Вот сейчас я наблюдая с 1 апреля в городе Шымкент, к нам очень много приезжают пациенты с южного региона, не только с города Шымкент, из Кызылорды, из Туркестанской области, и пригород Шымкента. Я лично заметила, что очень страдают показатели спермы. То есть у мужчин очень плохие показатели спермы. А это как бы самая главная причина того, что у нас мало эмбрионов, у нас мало качественных эмбрионов, у нас мало пятидневных эмбрионов. Это как бы основное. Дальше. Это работа яичников, это качество яйцеклеток, это, возможно, проблемы в полости матки, проблемы с эндометрием. То есть у каждой пациентки есть индивидуальные свои причины, и каждый доктор, конечно, он должен проработать все данные истории болезни, все данные анализов, и тем самым с пациентом они должны разобрать, в чем же причина, в ком же причина. Поэтому для каждого доктора получение результата – это основное. То есть мы тоже с вами вместе расстраиваемся, если вдруг не получается с первого раза. Бывают моменты, когда и со второго раза не получается, но если у пациента есть доверие, если у них очень хороший тандем с доктором, то обычно такие пациенты, они всегда добиваются положительного результата. То есть примерно выясняют причины бесплодия, причины отсутствия результата после ЭКО и прорабатывают каждым индивидуально, с каждым пациентом индивидуально. И, естественно, любой репродуктолог, он хочет приложить все усилия для того, чтобы наступила беременность. Дальше. Вопросы. Это я читаю вопросы, которые пришли к нам на дайрект, ко мне в дайрект. Саламатсыз ба, вторичный бесплодие туралы айтсаңыздар дейді. Вторичный негізі бесплодияның өзі, бедеуліктің өзі бірінші түрлі бедеулік немесе екінші түрлі, то есть первичный или вторичный деп бөлінеді. Бірінші жүктілік дегеніміз, ол біріншілік бесплодие дегеніміз, ол егерде жүктілік мүлде болмаған әйелдерге біріншілік бедеулік қойылады. Ал егерде бір рет болсын көтерген, выкидыш болсын, внематочный болсын, немесе замерші болсын, немесе аборт болсын, содан кейін көтермей қалған, немесе бір босанып келген балалар бар, 2 босанған әйелдер, 3 босанған әйелдер кейде артынша көтермей қалып жатады. Сондай әйелдерге вторичный, екіншілік бесплодие қойылады. Негізі бедеулік ол 1 жыл жыныстық қатынас ретті түрде болса, егерде ешқандай сақтанатын дәрі-дәрмектер, сақтанатын құралдар қолданылмайтын болса, сондай әйелдерге бедеулік диагнозы қойылады. Бесплодие диагноз выставляется при отсутствии беременности в течение года, при регулярной половой жизни, без использования контрацептивных методов или барьерных методов. Вот тогда выставляется этот диагноз. Само бесплодие делится на первичное и вторичное. Первичное – это когда вообще не было никакой беременности,
А вторичное бесплодие – это когда была хоть одна беременность, пусть это будет аборт, пусть это будет выкидыш, пусть это будет замершая беременность, пусть даже это внематочная беременность, или были роды, да, самостоятельные, приходят женщины, у которых и двое детей, и трое детей, и четверо как бы детей, но хотят забеременеть, но не получается. То есть таким женщинам тоже выставляется диагноз бесплодия, хотя они рожавшие. Перенос болғаннан кейін қалай күтіну жолдарын айтасыз ба? Кстати, осы сұрақ өте көп. Сондықтан мен осы перенос әдісіне жақсылап тоқтап кетейін. Бүгін мысалы бізде клиникада 3-4 перенос жасадық, и әр пациентімізге қалай өзін ұстау керек, қалай өзін мысалы қалай өзін ұстау керек, қалай өзін сақтану керек, оның бәрін әр дәрігер өз пациенттеріне түсіндіріп айтуға тырысады. Сондықтан мысалы мен өз пациенттеріме ең бірінші айтатыным, бұл эко әдісі жасалынды, эко әдісі жаңағы бола ма, болмай ма, салынған эмбрионың болып кете ма, болып кетпей ма деген ойдың бәрін тоқтаттыңыз деп айтамын. Өйткені адам өзінің жаңағы психологиялық түрде жей берсе, көбінесе сондықтан да болмай қалып жататын кез болады. Сондықтан перенос жасағаннан кейін, клиниканың сыртына шыққаннан кейін эко жасалынған туралы ұмыту керек, ол туралы ойлай бермеу керек, өзін жаңағы қалай деп жей бермеу керек. Үйде эмоциональды, психоэмоциональды жағдайы қалыпты болу керек ондай пациенттерде. Ол бірінші. Екінші, барлық тағайындауларды уақытында дұрыстап, дәрі-дәрмектің бәрін уақытында дұрыс қолдану керек. Мысалы, әр пациентке қай дәріні қалай қабылдау керек, қай дәріні қай уақытта қабылдау керек, оның бәрін тәптіштеп түсіндіріп айтып береміз. Соның бәрін уақытымен дұрыстап қабылдау керек. Бір дәріні жаңа бітік қапты, аптекадан алмай қаптым деген әңгіме болмау керек. Өйткені бұл салынған эмбриондарға бала секілді қарау керек. Егер де мысалы балаларыңызға күнделікті жаңа тамағын дұрыс бермей тұрсаңыз, немесе дұрыс қадағаламасаңыз, ол баланың денсаулығы қалай болады? Тура солай секілді. Бұл қабылдап жатқан дәрілеріңіздің бәрі сіздің жаңа эмбрионыңызға арналған тамақ болып табылады. Сондықтан дәрі-дәрмекті уақытында, поддержка дейді, после переноса уақытында дұрыс қабылдау керек. Ұмытып кетпеу деген болмау керек, тоқтатып тастау деген болмау керек. Бізде көп әйелдер мысалы 2 аптадан кейін салынғаннан кейін ХГЧ-сі положительный болады да, қан жүкті екенін көрсетеді, немесе тесті дұрыс положительный болып тұрады да, өз-өздігімен дәрілерін тоқтата салады. Ол дұрыс нәрсе емес. Өйткені егер де дәріні тоқтатып қойса, егер де дәріні уақытында дұрыс қабылдамаса, жүктіліктің үзілу қаупі бар. Сондықтан ондай пациенттерге енді шамамыз келгенше көмектесеміз, бірақ кінә сол пациенттің өзінде болады. Үшінші, жаңағы көп пациенттер тек жатамыз ба деп ойлайды, немесе жаңағы дәретке баруға қорқады, оның бәрі дұрыс емес. Жатудың қажеті жоқ. 1-2 күн ғана өз-өзіңізді жаңағы артық қимылдан сақтау керек, бірақ күнделікті қалыпты өмірді сүріп жүре керек. Бірақ жаңағы өзінің ограничениялар болады. Ауыр нәрсе көтермесін деп айтамыз, содан кейін моншаға, ыстық су қабылдауға, секіріп жүгіруге, спортпен шұғылданбаңыз деп түсіндіріп айтамыз. Содан кейін ең бастысы жаңағы тұмауратып қалмаңыздар, суық тидіртіп қалмаңыздар, температура болмау керек. Өйткені егер де температура жоғарылап кетсе, бұл да дұрыс жағдай емес. Сондықтан көп пациенттерге айтатынымыз, сол тұмауратып, көп адам жүретін жерге бармаңыз деп түсіндіріп айтамыз. Өйткені әртүрлі қазір вирустар бар, мына біздің қазір 20-шы жылдың індеті коронавирус деген бар. Бұндай кезде пациенттер өз-өзін сақтау керек, міндетті түрде. Содан кейін ең бастысы жыныстық қатынасты тыйым саламыз, сондықтан жыныстық қатынасқа ешқандай рұқсат жоқ. Одан кейін не ішеміз, қандай тамақтар ішеміз дейді. Тамақтың жаңағы не жеңіз келеді жей бересіз, бірақ ішінде газы бар, ашты тамақ, тәтті тамақ көп жеудің қажеті жоқ. Содан кейін әртүрлі газды сусын, сондайлар ішудің қажеті жоқ.
одан кейін үлкен дәреті регулярный уақытында болу керек, ешқандай запорлар болмау керек. Сондықтан сондай пациенттерге осылай түсіндіріп айтып жатамыз. Значит, много вопросов по поводу, как себя вести после переноса. Самое первое. Я всегда своим пациентам говорю, чтобы они перестали думать о том, что будет беременность, не будет беременность. То есть не надо себя накручивать, нужно после переноса постараться максимально эмоциональный покой, то есть психоэмоциональный покой, физический покой. То есть нельзя поднимать тяжелое, нельзя заниматься спортом, нельзя напрягаться, имеется в виду по поводу вообще то есть должен быть щадящий образ жизни. Многие спрашивают, постельный режим нужен или нет. Постельного режима не нужно. То есть с утра до вечера лежать тоже не надо. То есть от этого беременность наступит или нет, не зависит. Дальше, самое главное, тяжело не поднимать, баню в сауну не ходить, горячие ванны не принимать, естественно, половой жизнью не жить, то есть половое воздержание должно быть до первого ХГЧ. Значит, что еще? Не принимать газосодержащие продукты, то есть это пусть будут напитки, пусть это будут продукты питания, то есть меньше газов, побольше белковой еды, побольше жидкости. Что еще я своим пациентам говорю? Желательно не посещать всякие тои, всякие мероприятия, где очень много народу. Почему? Потому что очень много вирусов. Самое главное, чтобы не заболеть после переноса простудными заболеваниями, нужно именно от этого ограничиться. А так, в принципе, женщина живет обычной жизнью, но где-то себя в чем-то ограничивает. Поэтому многие пациенты спрашивают, от чего зависит беременность? От психоэмоционального настроя. То есть вы должны, я всегда пациентам говорю, сделали перенос, вышли из клиники, все, забудьте, что у вас была программа ЭКО. Многие спрашивают, можно ли уезжать, если это приезжие, либо вылетать на самолете, либо ездить на поезде. Конечно, можно через 2-3 дня после переноса, на это нет ограничений. У нас были пациенты, которые после переноса уезжали в другие города, даже уезжали за границы, и несмотря на это, беременность у них наступала. Дальше. Ал енді мына жердегі сұрақтарыңызға жауап бере бастайын. Сәлем дейді, сәлематсыздар ма? Сіздерде ПГД жасау қаншадан? ПГД бөлек есептелінеді. 300 мыңнан жоғары ол хромосома сандарына байланысты болады. Мысалы, 3 хромосома, 5 хромосома, немесе 7 хромосома, немесе 9 хромосомный наборды қарауға байланысты. Бағасын айттым. Менде ЦМВ положительный қалыпты ма дейді. Негізі цитомегаловирус егерде ПЦРден анықталса, немесе қан арқылы острый формада анықталса, немесе хронический формасында титрі өте жоғары болып тұрса, емделу керек. Әдемі болып кетіпсіз ғой дейді. Рахмет. Так, ары қарай. Шымкент маған жаққан сияқты ғой. Сондықтан әдемі болып қалған шығарман. Рахмет. Шымкент қаласында экоға квотаны осы жылғы алынса, 2021 жылдың соңына дейін келеді ма точно. Мысалы, енді бізге дейін келіп жатқан пациенттер осы квота протокол арқылы барып, тез-ақ алып жатыр. Жылына бір-ақ рет беріледі, сондықтан уақытты жібермей тез-тез барып квотаңызды реттеңіз. После замерші қанша уақытта көтерген дұрыс? 3 айдан кейін көтерген дұрыс. Сол 3 айдың ішінде бостан-босқа емес, оның себебін анықтауға тырысу керек. Сондықтан егерде келіп қаралам десеңіз, келіңіз. Сәлематсыз ба, мен сізге емделіп бастадым дейді. Жақсы, Меруерт. Нәтижеміз тез оң болып кетсін. Ары қарай сұрақтарыңызға кеттік. Сәлематсыз ба, доктор, гистероскопиядан соң қан келу қалыпты ма? Келетін болса, қанша күн келген қалыпты? Ал іштің тартып ауыру қалыпты ма? Бұның бәрі қалыпты жағдай, негізі бір апта, бір 10 күндей болуы мүмкін. Сәлематсыз ба, Ирім, Алматыда 4 эмбриондарым бар, соларды Шымкентке алып келгім келеді. Өзім алып келе аласыз ба? Бізге келіңіз, хабарласыңыз, өйткені келесі аптада бізде кейбір пациенттер өз эмбриондарын, өз аналық ұрықтарын, спермасын тасымалдауға дайын тұр. Келесі аптада бізде осында юрист Ханым Жұмахановна деген юристіміз бар, сол кісіге хабарласыңыздар, сол кісі транспортировканы организовать етсе болады. Негізі алып келсеңіз болады. Сәлематсыз ба дейді.
дауыс жоқ дейді. Енді даусымды қатты сөйлеуге тырысып жатырмын. Қасыңыз әдемі болып тұр екен дейді. Рахмет. Қалғандарыңызда да солай дауыс бар ма дейді. Білмеймін, енді жақын отырып даусымды қаттырақ шығаруға тырысып жатырмын. Естіліп тұр дейді. Менде менструация нарушение диагноз көтермегеніме 7 жыл. Емделіп көтере алам ба? Міндетті түрде емделу керек. Өйткені етеккірді қалпында келтірмесеңіз, аналық бездің жұмысы дұрыс болмайды, аналық ұрықтың өсу қабілеті дұрыс болмайды. Сондықтан келіңіз, қаралыңыз. Күтіну керек пе, қанша ай? Неден кейін күтіну керек па? Переностан кейін ба? Переностан кейін негізі 3 апта күтіну керек. 3 аптадан кейін, егер жүктілік болып жатса, ары қарай жүктілік кезінде қалай өз-өзін күтіну керек, біз ары қарай айтамыз. Дауыс жақсы дейді. Сәлематсыз ба, доктор? Гистероскопиядан соң, бұл сұраққа мен жауап бердім. Бұл қалыпты жағдай болуы мүмкін. 1 апта 10 күнге дейін солай болады. Егерде температура болып жатса, одан қан өте қатты келіп жатса, немесе ауру сезімі басылмай жатса, онда келіп дәрігеріңізге қаралыңыз. Общий анализге қанша ақша кетеді? Жауап берсеңіз. Егерде толық экоға дайындалатын анализдеріңіз болса, шамамен 100-120 мың теңгедей, ары кетсе 150 мың теңгедей кетеді. Бірақ қазіргі кезде көп емханаларда, өздеріңіз тіркелген емханаларда біздің анализдердің көбі бар, тегін тексерсеңіз болады. Ары қарай. Қанша тұрады дейді. Не қанша тұрады? Түсінген жоқ, Меруерт, не қанша тұрады? Түсінген жоқ, оларда ары қарай кеттік. Дұрыстап тыңдаңыз дедім ба, бірдеңке деді әйтеуір. Сәлематсыз ба, ХГЧ 186, задержка 3 күн. Күшті, ХГЧ-ңыз жақсы, сіз көтерген секілдісіз. Ары қарай 3 күнде бір ХГЧ тапсырып тұрыңыз. Егер ХГЧ-ңыз қарқыны, өсу қарқыны 2 есе болып тұрса, онда жүктілігіңіз жақсы өсіп тұр деген сөз. Содан кейін 1 апта егер задержка болып ХГЧ-ңыздың саны жаңағы 500-ден жоғары көтеріліп жатса, міндетті түрде дәрігерге барып қаралу керек. Лечить никак нельзя. Что нельзя лечить? ПГД қанша тұрады? ПГД жаңағы 300 мыңнан жоғары тұрады деп айттым. Прямой эфирдің міне енді жауап беріп жатырмын. Менің сол жақ тұрбам бекітілу дейді, бірақ жеткісі емес, просто жабысып тұр деді. Сол сіздің рентген снимогыңызды көру керек. Ол труба түтікше ашылуға келе ма, келмей ма? Сұрағыңызға жауап алсаңыз болады. Сәлеметсіз ары қарай. Сәлеметсіз бе, саламатсыздар ма? Вакцина салдырып бала көтеруге жоспарлауға болады ма? 3-6 айдың ішінде рұқсат болады көтеруге. Негізі 3 ай жеткілікті деп жатыр. Қазіргі вакцинаның түрлері әртүрлі ғой, сондықтан салдырар алдында инфекционист дәрігерден кеңес алғаныңыз дұрыс. Сәлематсыз ба, экоға квотаға кезекке тұрғаннан кейін кезек қанша уақыттан кейін келеді? Әр адам, әр өңірде әртүрлі, бірақ осы біздің оңтүстік Қазақстан облысында тез-ақ алып жатыр квотаны. Ары кетсе 1 ай уақыттары кетіп жатыр. Бірінші вакцина салдырған едім, екіншісін салдыруға қорқып отырмын. Қорқудың қажеті жоқ. Мен мысалы өз басым ең бірінші болып салдырып алдым. Жақсымын, салдырғаныңыз дұрыс вакцина, қорықпаңыз. Саламатсыз ба, доктор? Бұны мен жаңа сұраққа жауап бердім. Бұл 3-ші сұрақ, 3-ші рет жауап бердім. Оксана деген, сәлематсыз ба? Месячный кейін перенос болады, қанша күнде салады эмбрионды? Егер де қатырылған эмбриондарды салатын болсақ, 5 күндік эмбриондар етеккірдің 18-ші күні мен 20-ші күннің ортасында салады. Ал егер де стимулированный цикл болса, онда шамамен 16-ші күн мен 20-ші күннің ортасында салады етеккірдің. Вакцина туралы айтасыз ба? Енді қазір Қазақстанға вакцинаның әр түрін кіргізіп жатыр. Ең бірінші бұл Ресейдің вакцинасы салынды. Ол көбінесе осы біз дәрігерлер қауымет, работниктер салдырды. Қалып бәріміз аман есенбіз. Өз басым, өзім жанымдағы дәрігерлердің бәрі, өзімнің жанымдағы медсестралар салдырған, бәрі жап-жақсақ алды. Қазір енді Қазақстанның вакцинасы келіпті дейді, соны бастап сала бастады. Негізі
менің білуімше Қазақстанның вакцинасы 5 па 6 мемлекеттің қатарында. Бұл енді өте жақсы жағдай болып есептелінеді. Өйткені көп мемлекеттер әлі вакцинасын шығара алмай жатыр. Соған қарамай біздің қазақстандықтар, біздің қазақтың ғалымдары сондай вакцина ойлап тапқанына мен өз басым өте қуаныштымын. Вакцина салдыру керек. Өйткені бұл вакцинаны салдырмасақ, бұл індеттен біз ешқайда қашып құтыла алмаймыз. Көп адамдар жаңа салдырмау керек, неше түрлі жаңағы әңгімелері болып жатыр. Бұл әңгіменің бәрі дұрыс емес. Сондықтан бұл кәдімгі мысалы грипптен осы күнге дейін, осы коронавирусқа дейін мысалы әрқайсымыз сол грипптің әр түрінен вакцина салдырып жүрдік қой, тура сол секілді. Сондықтан грипптен салдырдық, қызылшадан салдырдық, гепатиттерден салдырдық, тағы да қандай аурулардан салдырдық. Ешқайсымыз өліп қалған жоқпыз ғой, сондықтан салдырғандарыңыз дұрыс. Квотамен эко жасатсаң қанша қаражат кетуі мүмкін. Квотаның өзіне эко және дәрі-дәрмектер, жаңа қымбат дәрі-дәрмектер тегін беріледі. Ал тек құртатын ақшаңыз, қаражатыңыз ол тек анализдеріңіздің ақшасы. Ол анализдердің өзін тегін жасауға болады. Сондықтан шамамен 100 мыңдай кетуі мүмкін. Егер толық тегін тапсырсаңыз да болады. Өйткені квотамен көбінесе сөйтіп емханасы арқылы, тіркелген емханасы арқылы жасап жатады. Ал қаражат жағынан шамамен 100-150 мың теңгенің көлемінде дәрілерге кетеді. Ал егер де ақылы түрде квота емес, ақылы түрде жасаймыз десеңіз, эконың бағасы 350 мың теңге, дәрі-дәрмектерге 400 мыңдай кетеді. Сонымен қатар анализдеріңіз бар 100-150 мың, сонда 800-900 мың көлемінде экоңыз болады. 2 аптада білінеді ма? 2 аптада егер де ХГЧ деген қан тапсырсаңыз, жүкті болды ма, болмады ма білуге болады. Месячидің 18 күндері эмбрион салынады. Дұрыс, егер де қатырылған эмбрион болса. Так. Сол ақшаны айтпай жатыр ғой, анализге пәлен кетеді деп, полны бір дәрігер қарайды ма, әлде әртүрлі дәрігер қарайды деп естіп жатырмыз. Егер де мысалы сіз бір репродуктологқа жазылсаңыз, сол репродуктолог бастайды, сол репродуктолог аяқтайды. Ешқандай жаңағы бөтен дәрігерлер ортадан қосылмайды. Бірақ енді адам болғаннан кейін кейбір дәрігерлер демалысы бар, кейбір дәрігер ауырып қалады, кейбір дәрігер бір жерге жаңа командировка, конференцияға кетіп қалады. Сондай кезде екінші дәрігерге табыстап кетеді. Ондай кезде табыстаған дәрігерімізбен таныстырып сөйтіп кетеді. Сондықтан далада қалмай, сол клиниканың өзінде басқа дәрігермен ары қарай жұмысыңызды жалғастыра бересіз. Репродуктолог дәрігер бөлек. Бұл репродуктолог деген бұл гинекологпен жаңағы қалай айтсам, урологтың қосылған түрі деп айтады ғой. Ер кісілерді де, әйел кісілерді де бірге қарай береді. Сол жаңа именно бедеулікпен айналысатын дәрігерді репродуктолог дейді. Ал эмбриолог ол бөлек дәрігер, ол ұрықтандыру әдісін жасайтын, лабораторияда жұмысын жасайтын, аналық ұрық пен аталық ұрықты жаңағы өсіреді, одан кейін 5 күнге дейін жаңа балабақшадай сіздердің эмбриондарыңызға қарайды. Сол дәрігерлерді эмбриолог дәрігер деп айтады. Сәлеметсіз ба, қалайсыз дейді. Рахмет. Сәлеметсіз ба, поликистоз диагнозы бар әйел адам бір рет өздігінен көтеріп босанған болса, ол әйел адамда қайта поликистоз қайталанды ма? Бала көтеруге қайда кетіп қалды? Жаңағы мен сұрағым қайда кетті? Енді сұрақты мен түсіндім, бала көтеруге мүмкіндігі бар ма? Негізі босанған әйел, поликистоздан кейін босанған әйел, қайтадан аналық безінің поликистозы ол ешқайда кетіп қалмайды. Ол туа пайда болған поликистоз, сондай аналық безмен сіз көтердіңіз, босандыңыз, ары қарай да көтеріп босана бересіз. Егер проблема алдында болса, мысалы бірінші баланы босаналарында, келесте енді көтергіңіз келсе, тағы да бір дәрігерге келіп қаралып, репродуктологқа тез көтеру жолының әдісін істеу керек. Сәлеметсіз ба, гистероскопиядан соң қан келу қалыпты ма? Бұл сұраққа мен тағы да жауап беремін. Бұл қалыпты жағдай 7 күнге дейін болуы мүмкін, 10 күнге дейін болуы мүмкін. Бірақ егер одан көп болып жатса, дәрігерге барып қаралыңыз. Сол гистероскопия жасаған дәрігерге барып, кейде
қан қалып қалуы мүмкін, ұйыған қан қалып қалуы мүмкін, су қалып қалуы мүмкін. Сондай кезде ұзаққа созылады. Содан кейін температура ештеңке болмау керек. 4 айға дейін күтіну керек деді ғой. Замершийден кеме 3 ай жетеді негізі. 3-4 ай жақсы, 4 ай болсын. Ол замершийдің срогы қандай болды? Егерде замерший береміздің срогы 2 айдан асып кетсе, онда кейде 6 айға дейін күтініп жатады. Газға жақындап тамақ істеуге бола ма переностан кейін дейді. Енді газдың алдында таңертең кешке шейін тұрмайсыз ғой, тамақ жасауға болады. Емделуге қанша ақша кетеді? Нені емдеуге? Егерде денеден тыс ұрықтандыру әдісі болса, оған жаңа мен алдында жауабымды қайтарды. Инсеминация туралы айтып беріңізші. Инсеминация әдісі бұл өңделген сперманы әйелдің овуляция күндері, яғни фолликулының өсіруін қадағалап, овуляциясы болған күні өңделген сперманы жатырдың ішіне құйып беру әдісі. Әдейі арнайы катетермен құйып беріледі. Бұл тек екі жатыр түтікшесі өтетін, гормондары дұрыс, фолликулдары уақытында дұрыс өсетін, содан кейін жолдасының спермасының көрсеткіштері қалыпты жағдайға жақын пациенттерге жасалынады. Оның эффективность дейді, жүктілікті болдыру нәтижесі шамамен 15-20%. Вакцина туралы айтыңызшы. Вакцина туралы айттым, салдырту керек міндетті түрде. Егерде жүктілік осы 1-2 айда жоспарлап отырсаңыз, онда салдырмайсыздар. Егерде 3-4 айдан кейін бірақ көтереміз десеңіздер, онда салдыртып 3 айдан кейін жүктілікке кіріссеңіздер болады. Квотамен примерно 500-600 мыңдай кетеді. Ол өзіңіздің денсаулығыңызға да байланысты. Бұл өтірік дүние. Квотаға тек анализдеріңізді тапсырасыз. Егерде жатырдың ішін тексеру керек болса, немесе бір операция керек болса, енді оның бәрі әр адамда әртүрлі болады. Негізі квота мен эко әдісі тегін, содан кейін дәрі-дәрмектеріңіз тегін болады. Өтініш қазақша сөйлеңізші, мен білмеймін, қай тілде сөйлеп отырмын, мен қазақ тілінде сөйлеп отырмын. Ортасында жаңағы орысша қосып жаңағы жауап беріп отырмын, өйткені орта түсінетін ғана адамдар бар, сондықтан мен қазақша көбінесе 90% қазақша сөйлеп отырмын. После эко почему спина болит? Если много лежите, не двигаетесь, то, конечно, будет болеть спина. Поэтому лежать не надо, нужно также дальше продолжать жить, заниматься своей жизнью. Сәлематсызба, экоға қанша кетеді? Егер эконың бағасына келсек, 350 мың эко, дәрі-дәрмектеріңізге 300-400 мыңдай кетеді, анализдеріңізге 100-150 мыңдай кетеді. ХГЧ положительный, супер, я поздравляю вас. Вакцина салдырғанда қанша уақыттан соң көтеру? 3 айдан кейін. Дауыс жақсы естіп тұр, рахмет. Эко примерно неше теңге кетеді? Шамамен 800-900 мың кетеді деп айттым. Сәлематсызба, менің айымғы 6,79. Нормама экоға дайындалып жатырмын. Анализ тапсырып жүрмін. Жақсы, айымғыңыз өте жақсы. Сізден шамамен 20 аналық ұрықтан артық алуға болады. Сәлематсызба, гидросальпингсті емдеуге бола ма? Алдында гидросальпингске тоқталып кеттім. Гидро деген бұл сұйықтық, сальпингс деген труба. Яғни сіздің жатыр түтікшелеріңізде бір сұйықтық бар. Ол сұйықтық қан болады, слиз болады, ірің болуы мүмкін. Ондай кезде бұндай трубаларды тек оперативті жолмен тазарту керек, немесе кейде ол түтікшелер жарамсыз болып жатады, ондай түтікшелерді алып жатады. Көбінесе оперативті жол бұл жаңа лапароскопиялық жол деп айтады. Кіндіктің астынан 3 тесік арқылы кіреді, 1 сантиметрлік, ешқандай пышақпен кесу болмайды. Бұл жаңағы өте щадящая операция болып есептелінеді. Бұлай енді антибиотик, немесе жаңа физиолечение, ол әдістердің шыны керек көмегі аса жоқ. Сәлематсызба, бала жоспарлап жүргендер вакцина салдыру керек па? Егер жүктілікті 3 ай немесе 6 айдан кейін жоспарлап отырсаңыз, салдырасыз. Ал егерде 1-2 айдың ішінде мен көтеруім керек десе, онда салдырмайсыз. Менде трубкаларым частично проходимо болды, емдеуге бола ма? Соны рентген снимогыңызды алып келіп көрсетіңіз, көрейік. Ол емделуге келе ма, келмей ма?
содан кейін ғана ол сұраққа жауап бере аламыз. Эко қанша теңге? Эко 350 мың теңге тұрады. Кистаны кетіруге болмайды. Кистаның түрлері көп. Қандай киста екенін бірінші көру керек. Егер фолликулярный киста болса, ол өздігінен өзі кетеді. Киста желтого тела деген бар. Ол да кейде өзі кетіп жатады, кейде емдеу керек болады. Эндометриозный киста деген бар. Оның размеріне қарайсың. Дермоидный деген киста бар. Сондықтан кистаның түрі көп, оның қандай киста екенін бірінші көру керек. Сәлематсыз, қалайсыздар дейді. Рахмет, жақсымыз, аман есенбіз. Көтермеген адамға вакцина бола ма? Көтерген деп бөлінбейді. Вакцина ол не үшін салынады? Сізді жаңағы індеттен аман сақтап қалу үшін салынатын дүние. После интима выделение крови, болит поясница, после поднятия тяжести тоже крови. Возможно, эрозия шейки матки. Нужно обязательно вас посмотреть, подойдите на прием. Мы не только занимаемся бесплодием, мы как бы гинекологи, ведем приемы гинекологические. Была неудачная беременность из-за острой гипертензии. Из-за давления. Можно ли это лечить и не повторится ли такое еще раз? Вам нужно будет пройти полное обследование у терапевта, у кардиолога, у уролога, то есть нефролога. Надо выяснить причину, связано ли повышение давления с беременностью было, или это у вас отдельная артериальная гипертония. То есть получается, до беременности вам нужно будет обязательно пройти полное обследование и лечение. И уже во время беременности параллельно наблюдаться с этими докторами, принимать препараты профилактические, чтобы у вас не было повышения давления во время беременности. Бір дәрігер полны қарайды ма, көтеріп тұрғанша репродуктолог дәрігер басқа репродуктолог дәрігер толық экоға дайындайды, анализдеріңіздің бәрін жаңа жазып береді, результаттарын көреді, қандай тағайындау керек екенін назначениесін береді. Одан кейін эко әдісін басынан бастап соңына дейін жүргізеді. Ортасында жаңағы аналық ұрықты алғаннан кейін 5 күнге дейін эмбриоктар қадағалайды. Эмбриоктар қадағалағаннан кейін 5-ші күні репродуктолог дәрігер эмбрионды салып береді. Салып бергеннен кейін жүктіліктің болғанын жаңағы болу үшін дәрі-дәрмектер тағайындап сізді қадағалап отырады. Егер жүктілік болып жатса, жүктіліктің 2 айына дейін ары кетсе, 2,5 айына дейін қадағалап, ары қарай женский консульт әйелдер кеңесі орнына учетқа жібереді. 2 сантиметр киста емделуге бола ма? Ол кистаны көрейік, бұл не киста екен? Негізі 2 сантиметр деген үлкен емес, сондықтан келіңіз. Бірақ егер емделетін киста болса, оны емдеуге болады. Как проверить на онкологию шейки? Какие признаки? Нужно обязательно осмотр гинеколога. Иногда делают расширенную кольпоскопию, берут специальные мазки на онкоцитологию, сдают онкомаркеры, поэтому приходите на прием. Обязательно или операция. Егер жаңағы гидросальпекс туралы болса, негізі 99% операция. Полипті алдырғаннан кейін қанша уақытта эко қылдырса болады? Ол полиптің түріне қарай кейде 1 айдан кейін эко жасауға болады. Сіздердің клиникаға барамыз скоро. Келіңіз, көмектесуге тырысайық. Сәлематсыз ба, өте жақсы дәрігер екенсіз. Ешкімнен көмегін аямайтын. Ризамыз сізге дейді. Рахмет, Ақнұр. Сіздерге барса тағы да анализ тапсыра ма? Қандай анализдер тапсырады? Егер де өзіңізбен бірге анализдеріңізді алып келсеңіз, дәрігерлер көреді. Қандай анализдер керек екен, қайтадан жаңарту керек болса, қайтадан тапсыру керек болса, оны дәрігермен отырып бірге шешесіздер. Месячный келіп кеткен соң өзі жасатқан дұрыс па? Бәрібір репродуктологтар этикрдің әртүрлі күні қарай береді. Вакцина салса қалай бала табамыз дейді. Қалай бала табасыз? Вакцина 3 ай негізі сақтану керек дейді, өйткені 3 айдың ішінде неге ол сақтану керек? Бұл коронавирусты жұқтыру ықтималдылығы жоғары болып тұрады. Сондықтан бала көтеруге 3 ай болмайды деп жатады. Розеница жоқ па деген сөз түсінбедім. Квотасыз барып қарауға бола ма? Келіңіздер, қарауға болады. Неге екі сөйлейсіздер? Салуға болмайды деді ғой. Нені салуға болмайды? Егер де вакцинаны мысалы жүктілікті мысалы қазір май, июнь айында немесе июль айында жоспарлап отырсаңыз, онда салдырмайсыз.
Ал егер де жүктілікті күзге қалдырамын, кейбір әйелдер өзі айтады, күзде көтергім келеді дейді, онда оған дейін салдырасыз. Ешкім екі сөйлеп отырған жоқ. Келесі айда Құдай қаласа экоға барамыз. Күйеуім вакцинаның біріншісін салдырды, екіншісін біріне салдырды. Ол әсер етпей ма? Негізі ер кісілерге ешқандай әсері жоқ. Ол кісілермен жаңағы эко болса жасай береміз. Инсеминация қанша қаражат кетеді және қалай жасалынады? Инсеминацияның өзінің бағасы 35 мың теңге, бір рет құйып берген әдіс. Екінші рет егер де құйып жатсақ, онда 30 мың тұрады. Дәрілерге шамамен бір 30-50 мыңдай кетеді. Анализдеріңізге әртүрлі анализдің перечніне байланысты өздеріңіз емханадан тегін жасатып алып келсеңіздер де болады, арзандау жасап алып келсеңіздер де болады. Бір дәрігер полный қарайды ма туып болғанша? Жоқ, туып болғанша қарамаймыз. Репродуктолог дәрігер жүктілік болғанға дейін қарайды. Жүктілік болғаннан кейін 2 ай, 2,5 ай қарайды. Одан кейін жүкті әйелдер кеңес орнына кәдімгі жүкті әйелдер секілді барып учетқа тұрып, анализдерін уақытымен тапсырып, сол жерде қаралады. Олигоастенозооспермия тегін квота беремін. Олигоастенозооспермия оны енді уролог дәрігер шешеді, спермасының результатын әкеп көрсетіңіздер. Сіздерге барғым келеді квотамен, келіңіз. Аз фолликулымен табиғи жолмен көтере аламын ба? Аз фолликулмен көтеруге болады, өйткені бәріміз дүниеге бір фолликул, бір аналық ұрық, бір эмбрионнан келгенбіз. Тіркелген дәріханада бір анализ жоқ, барлығы платный. Квотаны алу үшін де қаржы керек болып тұр ғой дейді. Енді сіз мысалы Шымкент қаласында немесе Алматы қаласында тіркелген емханаларда көп жаңағы анализдер тегін болып жатады. Как узнать признаки онкологии шейки матки? Ну вот только что вы перечисляли сами кровянистые выделения при контакте, когда вы поднимаете тяжелое, тоже может быть. То есть иногда он бывает и без признаков, поэтому только на осмотре у гинеколога. Көп ақпарат білдік, рахмет дейді. Ой, кешіресіздер, тіркелген аурухана. Сәлеміз ба, вакцинаны салдырған соң гинекологқа барып емделе беруге болады ма? Я емделе берсеңіз болады, бірақ жүктілікті 3 айдан кейін ғана жоспарлаған дұрыс. Екі трубам бар, бірақ квота ала алмай жүрмін, вообще көтермедім, труба непроходима дейді. Неге ала алмай жүрсіңіз? Келіңіз, біз қарайық, егер квота сізге тағайындалған болса, берейік заключениемізді. Эндометриоз бар әйел сау бала көтере аламын ба? Я сау әйел көтере аласыз, неге сау бала көтере алмайсыз? Бұл эндометриозды емдеп барып көтертуге болады. Ол сұрақ неге қайталана береді? Білмеймін, әйтеуір бір сұрақ қайталана береді. Мен сұрақ қойдым дейді. Қандай сұрақ қойдыңыз? Барлық сұраққа әйтеуір жібермей отырып жауап беріп отырмын. Кистаны кетіруге бола ма? Бұны мен жаңа жауап бердім. Кистаның түріне қарай деп айттым. Кистаңыздың түрі қандай, размері қандай, 2 сантиметр деп жаңа жаздыңыз. Егер фолликулярный киста болса, оны емдеуге болады. Егер эндометриозный киста болса, ондай кисталар кейде емделмей жатады. Доктор труба алынған соң әйелде қандай өзгерістер болады, өйткені әрбір мүшенің атқаратын рөлі бар емес па? Ешқандай өзгерістер болмайды. Жатыр түтікшелері бұл тек аналық ұрыққа қарай тасымалдайды. Одан кейін пайда болған эмбрион кері қарай жатырдың ішіне келу үшін арналған көпір секілді. Ал егер де ол көпіріңіз жаңағы жарамсыз болып тұрса, ол көпіріңіз дұрыс болмай тұрса, жүктілік болмайды. Ал ол көпір жоқ болса, біз тек сол денеден тыс ұрықтандыру әдісін қолданамыз. Сол көпірдің орнына біздің лаборатория болады. Сондықтан ешқандай жаңағы қалай деп айтады, көп адамдар этикрім тоқтап қалмай ма, жыныстық қатынасым дұрыс бола ма, соған әсері бар ма деп сұрап жатады. Онда ешқандай әсері жоқ. Почему после ЭКО болит спина, ХГ положительно? Ну, возможно, это беременность, то есть из-за беременности у вас болит спина. Может быть, у вас протрузии в позвоночниках, возможно, у вас проблемы с неврологией, то есть причин же там много, почему болит спина. После ЭКО УЗИ вагинально нормально ХГЧ положительно 2-3 недели. Да, обычно на УЗИ смотрим вагинально во время беременности. Сәлематсыз, АМГ 0,2 квотаға жарайды ма? Жоқ, квотаға жарамайды. 1-ден төмен болмау керек, 1,0-ден төмен болмау керек. На УЗИ не видно эмбриона, 2-3 недели беременности. Почему?
Но нужно еще раз пересняться, потому что когда можно увидеть на УЗИ плодное яйцо? Если ХГЧ выше 500. И на УЗИ мы можем увидеть плодное яйцо на 4-5 день, на 4-5 неделе. Если эмбриона действительно не видно, то есть эмбриона имеется в виду, эмбрион или плодное яйцо, в 2-3 недели эмбрион пока он не виден. Эмбрион мы можем увидеть после 5 недель. Гиперемзия тут была, то есть токсикоз в острой форме. Токсикоз, если была в острой форме, то, конечно, нужно будет до беременности тоже приготовиться, выяснить, какие вам витамины не хватает, надо сдать анализы. Дальше, во время беременности, соответственно, с первых же дней нужно профилактически получать лечение от токсикоза. Сәлематсызбы, анембриониядан кейін қашан бастауға болады екен? 3 айдан кейін бастасаңыз болады. Пункция бастап кеттім, енді квота дайындай аламын ба, әлде болмай ма дейді. Түсінбедім сұрағыңызды. Стимуляция деген не? Бұл арнайы гормональный дәрілер аналық безге салынады, аналық ұрықтарды өсіреді. Мына сұрақтарыңызға енді мен қазір жауап беріп үлгермеймін. Егер де осы сұрақтардың бәріне жауап күтсеңіздер, бөлек дайректке жазсаңыздар болады, маған бөлек шықсаңыздар болады. Сұрақтарыңызға 2-3 күннің ішінде жауап беруге уәде береміз. Ханым екеуміз. Осымен тікелей эфирімізді аяқтаймыз. Барлықтарыңызды келе жатқан жеңіс күнімен, мейраммен құттықтаймын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Если я не ответила, потому что сейчас автоматически эфир выключится, можете задать вопросы к нам в дайрект, пишите мне лично. То есть в течение 2-3 дней я постараюсь вам ответить. Всех еще раз с праздником, хороших вам выходных, с праздником Победы. Всем до свидания. Спасибо всем за вопросы.